Сәлем достар, есім Маяулым. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар, подписаться батырмасын басып алыңыздар. Бүгін сіздерге ораманан жұтар, орама ханым деп айтылатын тағамдарын бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен табамызға осылай жұмыртқамызды салып аламыз. Мен 2 жұмыртқа салдым. Суларыңызға тұздарыңызды салып, әбден араластырып қоясыздар. Ұндарыңызды салып, суларыңызды аз-аздан құйып отырасыздар. Осылай біркелкі болғанша қамырларыңызды жасап аласыздар. Қамырларыңыз қатты болып кетпесін, орташа қылып жасап аласыздар. Дәл осылай қылып, біркелкі қылып жауып аласыздар. Жылы жерге жарты болмаса 1 сағатқа қойып қоясыздар. Бетін жауып, осы кезде біз начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына мен пияз, картоп, іш май қосып жібердім кішкене, және ет. Осылардың үстіне дәміне қарай тұз, бұрыштарын салып, жақсылап араластырып аласыздар. Нандарыңызда тынып, біркелкі болып дайын болды. Жаюға ыңғайлы болу үшін бірнеше бөлікке бөліп алыңыздар. Мен осы тестамен 4 бөлікке бөліп алдым. Кішігірім ғана жақсы жайылатын болады. Сіздер де дәл осылай бөліп алыңыздар. Үлкен болса, үлкен болып кетеді. Сол үшін осылай кішірек қылып, оның көмегімен, оқтаудың көмегімен екі шетін басып отырып, жайып аласыздар. Жұқа қылып жүрмеңіздер, как 5 бармақтың қамыры сияқты қылып жайып аласыздар. Неге осылайынан жайып аласыздар барлық қамырларыңызды. Біркелкі жайылып болғаннан кейін үстіне сұйық майларыңызды жағып шығасыздар барлық шеттеріне. Май көп болып кетпес үшін мен осылай шет жақтарын қайра отырып жағып алдым. Сіздер де дәл осылай болсаңыз жасасаңыздар болады. Начинкаларыңызды осының үстіне салып шығасыздар. Салып, шет жақтарына қатты салмайсыздар, біркелкі салып барлық шеттеріне дәл осы видеодағыдай орап шығасыздар барлығын. Арасына май жағып жүріңіздер. Мен сәл үлкен болып кеткендіктен мен осылай ортасын кесіп жібердім. Қатты қалың болған ұнамайды. Оның үстіне менің табамда кішірек болғандықтан мен осылай бөліп жібердім. Табаларыңызды майлап, дәл осылай салып шығасыздар. Суларыңызды қайнатып, 40-45 минутта пісіріп аласыздар. Үстіне майды жағуды ұмытпаңыздар, дәл осылай. Болды, дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей біздің жұтарымыз, орама нанымыз, орама ханым, хоным дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде өте тойымды тағам, дәмді болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз.